Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін құрамында бал қосылған, имбир қосылған осындай жаңа жылдық печеньені бірге дайындайтын боламыз. Ұнаса лайк, комментарий қалдырып, құрбыларыңызбен де бөлісіп қойыңыздар. Бұл печеньелерді балаларыңызға жасап берсеңіздер, балаларыңыз қатты қуанатын болады. Әрі дәмі де керемет, тәтті, сонымен қатар жаңа жылдық көңіл күй сыйлайды. Сонымен бастаймыз. Алдымен керек қоспаларымызды дайындап аламыз. Үлкендеу ыдысқа алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Корицамызды қосамыз. Келесі имбирімізді қосамыз. Ұнтақталған мускатный орех және аздап тұз қосамыз. Жарты қасық ас содасын саламыз. Барлық құрғақ қоспаларды венчикпен араластырып аламыз. Бөлек ыдысқа сары майымызды саламыз. Үстіне қантымызды саламыз. Және венчикпен жақсылап араластырамыз. Бір жұмыртқамызды қосамыз. Және 3 қасық бал қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Үстіне қоспалармен бірге ұнды саламыз. Барлығын емес, тек жартысын салып араластырамыз. Ары қарай ұнның қалған бөлігін салып, қолмен қамыр илейтін боламыз. Міне қамырымыз осындай қолға жабыспайтын жұмсақ болып иленеді. Енді осы иленген қамырымызды теңдей екіге бөліп аламыз. Таза целлофандарға салып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін қамырымызды алып жаятын боламыз. Пергамент қағазын төсеп, аздап ұн сеуіп аламыз. Және оқтаудың көмегімен жаямыз. Көріп отырғандарыңыздай үстіне целлофан қойып жайсаңыздар, жаю оңайырақ болады. Міне жайып алдық, қалыңдығын 3-4 мм-дей жайсаңыздар жетеді. Менде осындай печенье кесетін қалыптар бар. Енді жайып алған қамырымызды осы қалыптармен кесіп шығамыз. Шетіндегі бөліктерін алып, оларды холодильникке қойып қайтадан кесе бересіздер. Кесіп алған печеньелерімізді противенге пергамент қағазын төсеп, тізіп аламыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған духовкамызға 7-12 минут аралығында пісіріп аламыз. Печеньелерді осындай біркелкі әдемі қылып пісіріп аласыздар. Енді печеньеміздің бетіне глазур дайындаймыз. Ол үшін сахарный пудраға 2-3 қасық сүт қосып жақсылап араластырып аламыз. Глазурымызды бірнеше бөлікке бөліп, осылай кондитерлік пакеттерге салып аламыз. Видеода көрінбей қалыпты, негізі мен 2-3 түске бояп алдым. Арнайы тағамға қосатын бояғыштар болады, соларды алып, аздап қосып, түстерін өзгертіп аласыздар. Және осылай печеньенің бетіне өрнек салып шығамыз. Ол өз еріктеріңізде. Негізі глазур жақпай-ақ қойсаңыздар да болады, ол печеньелер онсыз да тәтті болады. Мынау тек сәндік үшін. Әрбір печеньенің бетіне өрнек салып отыру әрине уақытты алады, бірақ та балалар үшін бір жолға жасап қоюға болады. Міне осылай әртүрлі түсте мен печеньелердің бетіне өрнектер салып шықтым. Өрнектерді салып болғаннан кейін печеньелерді бір-бірінің үстіне қоймай осылай жайып қойсаңыздар, кеуіп қалады глазур. Міне біздің керемет, дәмі өте ерекше, дәмді, тәтті печеньелеріміз дайын болды. Жаңа жылдық көңіл күй сыйлайтын әдемі печеньелерді міндетті түрде жасаңыздар. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ас болсын.